Шілде айының 3-ші жексенбісінде Қазақстанда тамаша кәсіби мереке металлург күні атап өтіледі. Бұл ауыр да жауапты мамандыққа деген құрмет кеңестік кезеңнен бастап қалыптасқан. Бүгінде металлургия тәуелсіз Қазақстанның ең маңызды салаларының бірі. Осы күні құттықтауларды болат балқытушылар, темір ұсталар, Мартин цехы жұмысшылары және металлургия кәсіпорындарында адал еңбек етіп жүрген барлық мамандар қабылдайды. Биыл бұл мереке 20 шілдеге сәйкес келіп отыр. Қарағанды облыстық бейнелеу өнері музейінің қорында металлургтерге арналған өнер туындылары ерекше ықыласпен сақталған. Картина казахстанского художника Турсына Абуова под названием «Знатные сталевары Темиртау» написана в технике масляной живописи. На холсте изображены трое мужчин, которые находятся на металлургическом комбинате в самый разгар рабочего процесса. На голове у них термостойкая каска, оборудованная защитными очками. Спецодежда оберегает рабочих от высоких температур и брызг расплавленного металла. На ногах темиртауских сталеваров ботинки на толстой подошве. Работа металлурга требует сноровки, выносливости и профессионализма. Позади рабочих находится большой ковш красного цвета. Несмотря на непростые условия, все они любят свою работу. Музей қорында соғыс ардагері, Қарағанды суретшілер одағының негізін қалаушыларының бірі Петр Антоненконың металлургтер бейнеленген портреттері сақталған. Бейнелеу өнерінің шебері еңбек адамдарының келбеті арқылы өңір тарихын айқын көрсете білді. Қарағандылық суретшінің туындысының арқасында біз 20 ғасырдың 50-60 жылдарындағы болат балқытушының бейнесін көз алдымызға елестете аламыз. Металлургтың басында отқа төзімді сіңірмемен өңделген жүн матадан тігілген қалпақ бар. Ер адам берік, қара түсті жұмыс киімін киген. Кенепте еңбек ауысымнан кейін демалып отырған жұмысшыны көреміз. Балқаштық мыс балқытушының портретіндегі басты назары болат балқытушының жүзіне аударылған. Қылқалам шебері Петр Антоненко кейіпкердің портретін кеуде тұсына дейін бейнелегенмен, оның мүсінді, мығым, жігерлі және батыл мінез адам екенін аңғару қиын емес. Қара түсті жүннен тігілген костюм мен сұр қалпақ киген металлург өндіріс үдерісінің дәл ортасында бейнеленген. Қызған цех қызыл, қоңыр және сұр реңктермен боялған. Пештерден лапылдаған жалын шығып тұр, ал төбеде кран мен өзге де техниканың қозғалысын көруге болады. Картины Анатолия Шаповалова «Литейщики», Виктора Титова «Печевые», Павла Андрюйка «Казахстанский мартеновский цех» повествуют о том, как люди разгадали тайну рождения стали. Художники в своих произведениях запечатлели рабочих в металлургических цехах, труд которых славен и благороден. На сегодняшний день металлургическая промышленность является ведущей отраслью экономики страны. Разрабатываются новые месторождения, модернизируется производство. С Днем металлурга!